Аяғың аспаннан келеді. Жібей ауданында да жеке сектор тұрғындары жолдың жағдайына байланысты дабыл қағуда. Мұнда өмір асфальтта, жарық шамда орнатылмаған көшелер бар. Облыс орталығынан іргелес тұрса да жағдайы ілгерілемеген елді мекен турасында. По улице нету ни света, нету, нормальных дорог. У нас здесь ходят дети, взрослые, старики. Жібей ауданы разведочная көшесінде жүргізушілер дөңгелектерімізден айырыламыз деп қорқып отыр. Себебі балшықтың қалыңдығы 20 сантиметрге жеткен, езілген жолға енді қатқақ араласып отыр. Я живу тут, правда, много лет. Соңғы 20-25 жыл ішінде ешқандай да асфальт төселген емес. Оның орнына жер қазып, құбыр жүргізіп, одан сайын бытшытын шығарып келеді. Лай, батпақ бәрі езіліп жатыр. Мұндай жағдайда балалар мектепке барады, үлкендер жұмысқа барады. Тұрғындардың айтуынша олар абаттандыруды бірнеше рет сұраған, бірақ осы жолы шыдам таусылған, жұрт талап етіп отыр. Выходит так, что в городе везде все асфальтируют, везде все хорошо. Выходит, лицо помыли, а зад пускай грязный. Вот так у нас и выходит. Коммуналдық шаруашылық бөлімінде үміт күттірді. Келесі жылы олар осы аймақтағы 4-ке жуық жолды ретке келтірмекші. Барлық жерасты коммуникациялары өзгерген көшеден бастаймыз дейді. Совместно с жителями и депутатами. Тұрғындармен депутаттармен бірлесіп жол бойынша мәселені шешетін боламыз. Ал жарықтандыруға келсек, бізде 2024 жылы барлық әлеуметтік объектілерді жарықтандыру көзделген, одан кейінгі кезекте жеке секторлар. 2025-2026 жылдары жарық жеке секторға келеді дейді, бірақ тұрғындар уақытша болсын жолды қалыпқа келтірсе деп күтіп отыр. Жандос Бақытұлы, Оксана Митюхина, Наталья Заяц, 5-ші арна.